Армысыздарма, менің есімім Жанар Жарылқасынқызы. YouTube каналыма Таргет Қазақша канал болды, иә. Қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Бүгін мен сіздермен бірге көп новичок таргетологтардың проблемасы клиентпен сөйлесу туралы айтамыз. Клиентпен қалай сөйлесеміз, не жібереміз, бриф жасау, бриф деген не, оның артықшылықтары, пайдасы, сол туралы сөйлесетін боламыз. Ендеше кеттік. Клиент сізге келеді, сіз клиентпен сөйлесе алмайсыз. Мысалы, сіз клиентпен сөйлесейін деп, мысалы, сіз жазасыз, сәлеметсіз ба. Одан кейін сіз оның сұрақтар қоятын болсаңыз, ол покунула болып кетеді. Или болмаса ол былай жұмыс істеп жүруі мүмкін, бүйтіп жүруі мүмкін, дұрыс жауап бермейді. Яғни сіз оның аудиториясын не керек болын біле алмайсыз. Ол үшін не істейміз енді? Ол үшін біз бриф жасап клиентке жібереміз. Бриф деген ол кәдімгі формат, осындай сұрақтар қойылған, астында клиент жауап береді. Бриф, соны жібересіз та, сіз барлық сұрақтан жауап алып, асықпай оның болын біліп, ол болына сіз шешімін көрсету арқылы өзіңіздің клиентіңіз қылып аласыз. Оның бриф жасаудың артықшылығы, жасап жіберудің артықшылығы, сіз клиентіңіздің болын біліп, боліне шешімін көрсетіп, өз клиентіңіз қылып аласыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше кеттік, бриф жасауды сіздерге көрсететін боламын. Қалай толтырамыз, оны қандай форматта толтырамыз, соның барлығын бүгін айтамыз. Ол үшін біз Google-ге кіріп, кәдімгідей форм деп жазсақ болады. Сол кезде шығарып береді. Или болмаса, мына тұрған 9 нүктені бассақ, астына қарай түссек, міне форм деген осыған кіріп біз шығара алады екенбіз. Так, осылай бастық, кірдік, осылай шығатын болады. Енді мен сіздерге ол форм деген не? Форм ол біздің бриф, яғни бриф формның ішінде біз бриф құраймыз, ол бриф құрып клиентке жібереміз. Яғни біз брифте өзіміздің клиентке қойғымыз келетін сұрақтарды жазып қоямыз. Клиент өзі қол босаған кезде сол сұрақтарға жауап беріп арқылы бізге ответін береді. Біз соған қарап отырып, бонусы сұрақтарға жауап береді. Соны қарап отырып, біз проблемасын, қалауын көріп, соған шешімін көрсету арқылы клиентіміз қылып айналдырып отыратын боламыз. Яғни, ол үшін біз осыған кіреміз. Сіздер мынау пустой файл деп басасыздар, новыйдан жазасыздар. Мен сіздерге толтырып қалған түрін көрсетемін. Толтырып қойған, соны көрсетемін. Қалай толтырамыз, оның үшін не жазамыз деген сияқты. Ол үшін не осылай, дәл осылай, сіздерде осылай тұрады. Ашқан кезде новый дегенде де пустой тұрады. Мен ұш жазып қойған. Көрдіңіз, жазып қойған ұш. Басына міне клиентке арналған анкета деп жазамыз. Жазу үшін кәдімгідей мына үстіне бүйтіп бассақ жазыла береді. Кәдімгі осылай басып, дәл жаза береміз. Қиыны жоқ. Осы үстін барсақ, басып кәдімгідей жазыла беретін болады. Көрдіңіз, түсінікті ғой. Кәсібіңіз жайлы толық ақпарат тоже мен сұрақ қойған. Сіздер клиентке жіберу үшін жоғары жақта сіздерде не тұрады? Сілтеме тұрады. Соны скопировать етіп клиентке жібереміз. Сол клиент сіздердің, мысалы мен телеграмға жіберейін. Клиент осы сілтеме арқылы кіріп, біздің брифімізді көріп, сұрақ жауап беретін болады. Мен осылай барады клиентке, ол кіреді, жауап береді, бірақ ол ештеңені өзгерте алмайды, оның үшін тек қана жауап береді. Енді біз өстіп жазып шығамыз, астына мына ответ жазып шығады клиент. Міне оның клиенттің ответі сіздерде брифке кірген кезде, мына жерде ответ деген жерде тұрады. Міне ответ дегенді бассақ, міне жазып тұр. Ответ дегенді басамыз, былай вопросы, ответі деген бүйтіп көріп шыға аламыз. Көрдіңіз ғой? Отдельно көріп шықсақ болады. Не болмаса, мынау бірінші клиентімнің жібергені, мына жерді бассам, екінші клиентімнің жібергені жауабы, солар көрінетін болады. Енді, мысалы, біз мына жерде бүйтіп үстін басқан кезде жазу үшін просто үстін бір басасыз, осы жерін былай шығатын болады. Сол кезде мына жерге жазасыз жазғаныңызды, мына жерді сосын обязательно вопрос деген птичка осылай тұрады.
сіздер соны қосып қоясыздар. Бір сұраққа жауап бермесе, екінші сұраққа жауап бере алмайды. Осыны қосып қоясыздар. Сосын мына жерде текст абзац деп тұр. Осы жерде сіздерде басқа болуы мүмкін. Соны кіріп, сіздерде обязательно осылай жазып қоясыз. Текст абзац деп. Болды, басқа ештеңе жоқ. Сіздерде егер осы бір бет болатын болса, мынандай. Мына жердегі копировать деп тұр, копия, соны бассаңыздар, сіздерге тағы новый бет шығарып береді. Сөйтіп, мына үстін өшіресіздер де өзіңіз қалаған сұрақтарыңызды жаза бересіздер осылай. Түсінікті болды ғой. Керек емес болса, мына жерде удалить деп тұр, соны удалить етіп басасыздар. Болды, басқа ешен керек емес деп. Осы ғана керек, осыны істейсіздер, скопировать етесіздер. Мына жерде шықпаса, үстін бір басасыздар, шығады. Шетін басып, скопировать етесіздер. Бұны соткамен де істеуге болады, ноутбукпен де істеуге болады. Өстіп жіберу арқылы сіз өзіңіздің клиентіңіздің сұрақтарын біліп аласыз. Түсінікті болды ғой. Енді ол жерде бізде қандай сұрақтар бар, бір шолу жасайық. Міне өз өніміңіз туралы толық ақпарат деп жазсаңыз болады. Қандай бизнеспен мысалы сізге келіп отыр ғой, сіз сәлеметсіз бе деп сөйлестіңіз, осы брифті қарап толтырып шықсаңыз деп жіберсеңіз болады. Мысалы ол жерге сіз қандай бизнеске айналысасыз деген сияқты жазсаңыз болады сұраққа. Сіз бүйтіп WhatsApp-пен сөйлесіп отырмай, сіз өзіңіз білесіз ғой, таргетке жібердіңіз, клиентке келу үшін. Сіз осындай бриф дайындап қойсаңыз, клиент келсе, сіз бриф жібере салсаңыз болады. Сәлеметсіз бе, мен сізге қазір бриф жіберетін боламын, соған толық ақпарат сұрақтарға жауап берсеңіз, мен сізге дальше консультация беремін деген сияқты қылып, сіз мынаны жібересіз, ол жауап береді. Мысалы, өніміңіз туралы толық ақпарат, примерно көрсетіп жатырмын, өздеріңіз қоссаңыздар да болады. Инстаграм парақшаңызды белгілеңіз. Сіздің услугаңыз, өніміңіз қандай, жеңілдік бар ма? Сіздің ұсынатын өніміңіз басты ерекшелігі қандай? Өзіңіздің бақылайтын конкуренттеріңіздің ерекшелігі қандай, инстасы болса жазып кетіңіз. Өніміңіздің кімдер көп алады? Бұрын таргет реклама жасадыңыз ба? Қанша теңгеге, қанша күнге пайда қанша болды? Толық жазып кетіңіз деп жазып қойсаңыз болады. Қазіргі таңда бизнесіңіз пайдасы қанша өсіргіңіз келеді. Мысалы айтасыз, мына жерде мысалы мынандай теңгеге 2 күнге жібердім, бірдеңе істедім дейтін болсам, мысалы айтасыз, пайда мынандай тапқым келеді десе, міне қараңыз, сіз пайда, егер сіз пайда айына мысалы миллион тапқыңыз келсе, сіз таргетке мынандай теңге жұмсауыңыз керек деп айтасыз. Әйтпесе сіз ондай жұмсамасаңыз, сізге ондай табыс келмейді полигон деген сияқты түсіндіріп айтасыз ғой. Бизнесіңіз көтеріп доход өсіру үшін қандай мамандарға жүгіндіңіз деген сияқты осындай сұрақтар. Таргет жарнамасына қанша шығын шығара аласыз, көрдіңіз ғой. Осы бойынша сіз болымын тауып айтасыз, сол кезде ол адам сізден кетпейтін болады. Түсінікті деп ойлаймын. Жақсы.